Қыздар, біз бүгін наурыз көже дайындаймыз. Наурыз көжеге бізге 7 нәрсе керек. Бұлар жаңағы 1 кесе күріш, 1 кесе тары, 1 кесе перловка. Енді әркім әрқалай жасайды. Кейбіреулер бидай бұқтырып, бидайдан жасайды. Менде осы міне бар 3 түрлі дән, 3 түрлі дәнді дақыл. Жаңағы одан кейін ет, одан кейін су, тұз и айран. Айран кейбіреулер сүт қосады, кейбіреулер айран қосады. Мен енді қолдан ұйытқан айранды қосамын, немесе магазиннен сатып әкеп, пачкадағы айранды қосуға болады. Біз бұларды жақсылап жуып, кейбіреулер бірге қайнатады. Негізінде жеке қайнатқан дұрыс. Каждыйын жақсылап жуып, жеке қайнатып, суға сулылау қылып кішкене, ана бұқтырмайсыздар кәдімгі нетіп. Сулы қылып қайнатып, жақсылап жуып алғаннан кейін. Ал перловканы бір жуғаннан кейін, жуып, одан кейін бір қайнатып суын төкіп тастаған дұрыс, өйткені қышқыл дәмі болмайды. Содан кейін бұны жақсылап жаңа ақырын отта қайнатып, мынау жұмсақ болып пісу үшін сөйтіп жеке осылай қайнатып, бір кастрөлге жинаймыз. Сол кастрөлде одан кейін ол суу керек. Суығаннан кейін мына етті айтпақшы жеке қуырып аламыз жақсылап. Жаңағы тұзын, бұрышын салып, татымды қылып, дәмді қылып қуырып аламыз. Одан кейін етін саламыз. Одан кейін тұз бен су, тұздың өздеріңіз тұзды бақылайсыздар. Суды, итак, су, мынанында сулар, мыналарында су болады. Енді суды тым көп қимайсыздар, енді үшеуінің де су болады. Сосын кейін суғаннан кейін, бәрі суғаннан кейін айранын құйып, тұзын тағы көріп татып, егер татымаса тағы тұз саласыздар. Сонымен наурыз көжеміз дайын болады. Қазір процеске көшеміз, дайындаймыз. Міне қыздар, біздің наурыз көжеміз дайын болды. Мұнда міне тары мен күрішіміз пісіп тұр, дайын. Енді мынаған перловкамызды қосамыз мінекей. Тары, бұл перловка арпа. Сылған арпамыз дайын мінекей. Арпамызды қостық. Бәрін жеке қайнатып алған дұрыс дегенмен. Бәрін жеке қайнаттым. Міне арпаны қостым. Арпа бидай дәніміз қосылады әніміз деген бір тамаша осы наурызға арналған өлеңіміз де бар. Мінекей арнап. Міне біз жақсылап пісірдік. Мінекей енді біз мынау етімізді қосамыз. Етімізді қосып, мінекей етімізді қосып араластырамыз. Көжеміз салқындатылған, уже суды. Енді біз бұған айранымызды қосамыз. Мінекей қазір бұл мұндай болып тұр, мінекей. Міне енді біз бұған айранымызды қосамыз. Содан кейін әдемі ыдысымызға құйып, тоңазытқышқа, холодильнигімізге салып қоямыз. Иісі қандай десеңізші. Міне наурыз көжеміз осылай болады. Қазір айранымызды қосамыз. Айранымыз, айтпақшы қыздар, айтатыным, көже жылы болмау керек, салқын болу керек. Өйткені айранымыз тез ашып кетеді. Мінекей қазір енді біз айранымыз дайын. Айранымызды қоямыз. Бісмилля. Айранымызды қосып, құйып. Наурыз көжеміз керемет дайын болды. Қазір тағы кішкене айраным аздау болып қалған сияқтымын. Тағы да магазиннің айранынан да қосып жүреміз. Молынан болсын көжеміз. Мінекей дайын болды. Қандай керемет. Егер тұзы татмай қалса, тұз салып
дәмін көресіздер. Мінекей қыздар, көжеміз дайын болды. Осылай жасап Наурыздың сәнін кіргізіңіздер. Ас болсын. Бісміллә. Мінекей осылай құйып. Ас болсын. Осылай құйып. Наурыздың сәнін кіргізіп. Ақ мол болсын. Дендерің сау болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осылай жасап пайдаланыңыздар. Наурыз құтты болсын. Подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Ас болсын.